Қазақ Швейцариясы және Жетісудағы оазис. Біз Талдықорғандамыз. Біз бұл жерге не үшін келді деп ойлайсыздар ма? Ары қарай тамашалаңыздар. Жаңа үйдің қабырғасында ұлы философ Әл-Фарабидің ерекше портреті салынып тұрғаны қандай керемет. Ұлы ғалым біз қазіргі кезде осыншама көп пластик пен қоқыс қолданады деп ойлады ма? Сірә ойлаған жоқ шығар. Мен сіздерді Ерлан Дүйсебаевпен таныстыруға өте қуаныштымын. Ол өзінің туған қаласы Талдықорғанның тазалығын сақтаумен айналысады. Және қайта өңдеуге болатын материалдарды жинап, және оларды өңдеумен айналысады. Дұрыс қой? Сәлем Ерлан. Сәлеметсіз. Сіздің сөзіңіздің жаны бар. Әл-Фараби бабамыз біздің дайындап берген мынандай сеткаларға бөле алмай жатқанымызды көрген кезде қатты өкінер еді, қатты ренжір еді деген ойдамыз. Енді қараңыз, қазіргі таңда біз осындай сеткалардан 150 данасын Талдықорған қаласы бойынша бөліп қойғанбыз, орналастырып. Оларда пластикалық қалдықтар, қағаз қалдықтары, шыны қалдықтары және де целлофан қалдықтарды жинауға арналған. Адамдар үйренді ма? Енді адамдар кейбіреу үйренді, бірақ басты мәселе, басты жағдай өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің кейбір азаматтарымыз бен кейбір адамдарымыз сыртында жазулы тұрса да, бізді қоқысты контейнерге емес жерге тастайды. Бұл дегеніміз, өздеріңіз көріп отырсыздар, бос контейнер тұрса да, адамдардың ой санасының, адамдардың жалқаулығының, адамдардың жауапкершілігінің белгісі деп білеміз. Өкінішке орай. Енді біздің Талдықорған қаласында бірінші рет болғаннан кейін сізге Талдықорған қаласын аратуға рұқсат етіңіз. Ой, керемет, рахмет. Міне Талдықорған қаласында көріп жатырмыз. Өте әдемі қала екен, маған ұнап жатыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Кең көшелер, көп ағаш. Абылай хан даңғылы мен орталық Саябаққа қарай жол тартып барамыз. Мынау біздің орталық саябақ. Мынау Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған мәңгілік код, отан ата, ана ескерткіші. Біздің жасыл қаламыздың жасыл саябағы. Әдемі екен. Ерлан, сіздің компанияңыз немен айналысады? Біздің компания 2017 жылдан бері Талдықорған қаласында қоқыс өңдеумен, қоқыс жинаумен айналысамыз. 2017 жылы біз Талдықорған қаласының қатты қалдықтар жинау полигонының қасында өзіміздің компаниямыздан қоқыс сұрыптау линиясын ашқанбыз. Сол кезден бастап 2017-тен бері біз осы жұмыспен айналысып келе жатырмыз қазіргі таңда. Қазір біз Талдықорған қаласының тұрмысқа қалдықтарды жинау полигондамыз, көмірге арналған полигонның қасында 2017 жылы мына тұрған сұрыптау линиясын қойдық. Талдықорған қаласынан келетін бүткіл қалдықтар жиналып осы жерге келіп түседі. Біз ары қарай оны сұрыптаймыз. Мына жерге келіп түскен қалдықтар барабанның ішіне түседі. Барабан айналып отырып ұсақ-түйектердің бәрі ар жағына қалады, органика, ұсақ-түйек материалдар. Қалғаны түседі де, мына қалған мен ары қарай ішке кіреді де сұрыптау линиясына түседі. Бұл жерде адамдар екі жағында тұрады, оны сұрыптау линиясында. И бөліп алады, пластикті бөлек, қағазды бөлек, шыныны бөлек, темірді бөлек болмысы ар жағынан алады. Бәрін сұрыптап алып, ары қарай өңдеуге жібереміз. Осы сіздер субсидия аласыздар ма? Эко-қолдау бағдарламасы жағынан қандай көмек аласыздар? Эко-қолдау бағдарламасы жағынан біз биылғы жылдан бастап 2021-ден әр сұрыпталып алынып жаңа өңдеушілерге берілген материалдарға әртүрлі шамада көмек субсидия аламыз. Мысалға айтқан кезде пластикалық қалдықтарға ол шамамен 20% құраса, шыны қалдықтарына ол 100% құрайды. То есть егер біз былай айтқан кезде 20 теңгеге сұрыптаушыға өткізсек, шыны қалдықтарды 20 теңге бізге эко-қолдау бағдарламасы арқылы тапсырып береді. Ол енді биылдан бастап бізге үлкен кәдімгідей жақсы көмек болып отыр. Керемет екен. Мынау біздің макулатура жиналған склад, жаңағы сұрыптау линиясынан шыққан
барлық макулатура осы жерге жинаймыз. Бұл жерде біз бұл макулатураны жаңағында екі қолдау бағдарламасы бойынша өңдеушілерге тапсырамыз 65 теңгеден шамамен. Ал бізге екі қолдау бағдарламасы бойынша қосымша 25 теңге қайтадан төленеді. Субсидия етеді. Қазір екі қолдау бағдарламасы бойынша біз мына бутылкалардың қалдығы, пластик қалдықты шамамен 160 теңгеге өңдеушілерге өткіземіз. Екі қолдау бағдарламасы бойынша шамамен орта есеппен 30 теңге бізге қосымша субсидия төленеді. Ол биылғы жылдан бастап кішкене болса да бізге көмек ретінде, пайда ретінде қосылып жатқаны сол қазір. Лотоктар 30 жұмыртқаға арналған. Дәл осындай 20 жұмыртқаға арналған лотоктар болады. Осындай макулатурадан шығарып біз ары қарай өндіріске жібереміз. Сонда бұл көлемдермен бөлінеді, да? Әрине, 30 жұмыртқа, 20 жұмыртқаға арналған размерлермен болады. Қызық екен. Ерлан, сіздер сонда экоқолдау бағдарламасы бойынша өндіруші ретінде де субсидия аласыздар ғой? Әрине, осы жұмыртқаның лотоктары арқылы біз болашақта өндіруші ретінде қосымша субсидия алуға жоспарлап отырмыз. Дұрыс. Керемет. Мынау біздің жаңағы целлофандарымыз күнделікті өмірде пайдаланамыз. Біз бұларды сұрыптап аламыз қоқыстың ішінен. Бұны ары қарай осы күйінде өңдеуге жібереміз. Мынау күнделікті дүкенге барып өзіміз алатын пакеттер емес па? Күнделікті өмірде қолданылатын біздің майчикаларымыз, күнделікті өмірде қолданылатын целлофандарымыз. Бұлардан сонда не жасауға болады? Бұлардан ары қарай қайта өңдеу арқылы жаңағы біз қоқыс жинайтын пакеттерді қайта өңдеп шығарады, құрылысқа пайдаланатын целлофандарды өңдеп шығарады. Қосымша жаңағылай біз пластикалық қоспаларға қосады да трубалар жасап шығарады, ары қарай өндірісте пайдаланады. Қоқысқа тастамай, осындай пакеттерді қайта өңдеуге беріңіздер. Екінші өмір сыйлаймыз. Күнделікті пайдаланатын жууға арналған химикаттарымыз бар ғой. Олардың ыдыстары да, автомайлардың ыдыстары да бәрі де ары қарай қайта өңдеуге жарайды. Сондықтан біз оларды пластик ретінде сұрыптап аламыз да, оларды ары қарай өңдеуге жібереміз. Өздеріңіз көріп отқандай, оларды бәрін сұрыптап, пресстеп дайындаймыз, ары қарай өндіріске жібереміз. Бұл жерде түстермен бөлу керек жоқ та? Түстермен бөлу керек емес, ол маңызды нәрсе емес. Маңызды бұлардың түрлерімен бөлу. Өйткені пластиктің бірнеше түрі болса, сол біз в основном өңдеуге алатын, өңдеуге мүмкіндігі болатын пластиктарды сұрыптаймыз. Мынау биогумус қой? Әрине, бұл биогумус. Бұл мынау біздің калифорниялық құрттарымыз. Бұл жаңағы біз айтамыз ғой, малдың қиынан осындай биогумус жасап жатыр. Болашақта біз осы құрттар арқылы органикалық қалдықтардан биогумус жасауды жоспарлап отырмыз. Қазір бұлар көбейгеннен кейін біз ақырындап шетінен сәл-сәлден органикалық қалдықтарды қосып, бұны толықта органикалық қалдықтарға үйретіп, бізден қазір бөлек сұрыпталып жатқан органикалық қалдықтардан биогумус жасау жоспарымызда бар біздің. Сіздер осымен де айналысады екенсіздер ғой? Әрине. Не деген керемет. Негізі органикалық қалдықтар деген өте үлкен мәселе ғой? Әрине. Қазіргі таңда ол күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Керемет. Қызық екен. Біздің Назарбаев даңғылы. Қазір сіздерді Талдықорған қаласының жағажайына апарам. Мына біздің қаламыздың орталық жағажайы, өзіңіз көріп тұрғандай, бүткіл Талдықорған қаласының көптеген халқы осы жерге келіп демалады. Ол деген сөз біздің қаланың ортасындағы, өзіміздің қаладағы экологиялық жағдай, қаланың экологиялық тазалығы. Енді біздің негізгі мақсат сол тазалықты ары қарай ұстап, ары қарай дамыту. Өте керемет екен. Қараңыздар, осындай Ерлан сияқты азаматтардың арқасында Талдықорған қаласы осындай таза болып қалып отыр. Қоқыстарды сұрыптау, оларға екінші өмір беру, өңдеу, ол өте жақсы іс. Соған назар аударыңыздар. Рахмет сізге үлкен. Мен өзім үшін Талдықорған қаласын аштым. Сізге бәрін көрсеткеніңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Ары қарай істеріңіз өше берсін, тек алға. Рахмет сізге. Ал сіздер біздің каналға жазылыңыздар, біздің видеолардың бәрін көріңіздер, лайк басыңыздар және астына комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар. Ал мен суға кеттім.